арыз хатта былай жазылған: күн нұрындай жарқын жүзді Ибн хан Мұхаммед Шайбани 16 000 әскермен Мауреннахрға жорғын бастайды. Батыс Еуропа қазақ хандығы туралы көп мәлімет біле бастады. Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек. Бүгінгі бейнеде мен бейненің тақырыбынан көріп тұрғандарыңыздай Мұхаммед Шайбанидің Қасым ханға жіберген арыз хаты туралы болмақ. Сол үшін бейнені соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ал ендеше көп соза бермей бастаймын. Қасым хан 1511-1518 жылдар аралығында билік құрған және ең алғаш болып қазақ хандығы тұсында қазақ халқының санын 1 миллионға, ал қазақтың тұрақты әскерін 200 мыңға жеткізген бір мықты хандардың бірі десек қателеспейміз. Көпшілік деректерде Қасым хан билік құрған жылдары Батыс Еуропа қазақ хандығы туралы көп мәлімет біле бастады деген сияқты көптеген деректер бар. Себебі Қасым хан елді нығайтып, былайша айтқанда халықтың санын көбейту арқылы басқа елдермен де жақсы қарым-қатынаста болды деуге нақты негіз бар. Енді Мұхаммед Шайбани туралы қысқаша айтып кетейін. 1500-1510 жылдары билік құрған және бағана айтып кеткен Қасым ханның бөлесі болып табылады және Мауреннахрда үстемдік еткен хандардың бірі. Мұхаммед Шайбани Шыңғыс ханның немересі Шайбаннан тараған ұрпақ болған соң, былайша айтқанда темір билігін заңсыз тартып алған әулет болып саналады және де ол 10 жыл бойы белсенді жорықтар жасап, Хорасан мен Сырдарияға тоқтаусыз шабуылдар жасап тұрған. Ал енді тақырыптан көп ауытқымай, Мұхаммед Шайбанидің Қасым ханға жіберген арыз хаты туралы айтып жіберейін. Арыз хатта былай жазылған: күн нұрындай жарқын жүзді Ибн хан Шыңғыс ханның тәжі мен тағының мұрагері Дешті Қыпшақ ханы Қасым ханға арыз хат деп басталады. Содан кейін бұл күндері Шыңғыс ханның бағы бастан тайып ғайып болды дейді. Бұл арқылы Мұхаммед Шайбани сол даңқты ендігіде Шыңғыс ханның ұрпақтарын жаңғырта алатынын мегзеп айтқан болатын. Осы хат арқылы Мұхаммед Шайбани Қасым ханнан 6000 әскер сұрайды. Егер де 6000 әскер берілсе, Қасым ханның атына құтпа оқытылып, Қасым ханның атына тағы да теңге соқтырылатыны туралы айтқан болатын. Және Қасым хан бұл хат Қасым ханға жеткеннен кейін Қасым хан 2 еселеп 8000 қылып әскер жіберген болатын. Және Мұхаммед Шайбани өзінің әскерімен, Аламан әскерімен қосқанда 16000 әскер жинақталып, сол арқылы Мұхаммед Шайбани жорыққа шығады. Мұхаммед Шайбани 16000 әскерімен Мауреннахрға жорғын бастайды және ол Хорасаннан Бағдиске дейінгі аралықты жорықта жеңіске жетіп, бірақ одан кейін Қасым ханға берген уәдесінде тұрмайды. Оның орнына ол өтірік сөздермен Қасым хан салық төлемеген үшін теңге соқтырмаймыз деген сияқты сөздер айтып, жалтақтайды деп айтуға болады. Ал достар, осымен бейнеміз аяқталып бара жатыр. Арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басып, қолдап кетіңіздер. Және тағы бір сұрауым бар, бұл келесі бейнеде тікелей эфир ашуым мүмкін. Сол кезде егер сұрақтарыңыз болса, осы бейнеге, одан алдыңғы бейнелерге жазып кетулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар.